Құттықтулы күн достар, бүгін сіздермен балаларымның сүйіп жейтін пончик рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстіне шамалы ғана суымызды да құйып, одан кейін қысқа толқынды пеште ерітіп алған сары майымызды құйып, бір жұмыртқамызды салып, дәміне қарай өз қалауларыңызша қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды және ашытқымызды салып, ашытқымыз ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды осы салмамыздың үстіне сала отырып, қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды тұндыруға жібереміз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды ұн себелей отырып, екі бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін бөліктерге бөлінген қамырды зуалап, дәл видеодағыдай жайып аламыз да, кез келген домалақ пішіндес кесе түрімен жақсылап домалақтап кесіп аламыз да, ортасын кондитерлік насаткамызбен домалақтап кесіп аламыз. Одан кейін алдын ала қызып тұрған майымызға орташа отта асықпай бір келкі етіп, екі жақта бетін баппен ақырындап пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Ол мен үшін өте маңызды. Менің каналымнан түрлі тәттілер мен тағам түрлерін таба аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін бассаңыздар, ең бірінші болып менің рецепторым сіздерге көрінетін болады. Міне, осылай кезекпен кезек екі бетін де пісіріп аламыз. Ендігі кезекте дайын болған пончиктарымызды ганажға аунатып аламыз. Ол үшін бізге ганаж дайындау үшін шоколадымыз бен бөлме температурасындағы майымызды қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз да, оны дайын болған пончиктерімізді дәл осы шоколад түріне батырып аламыз да, өз қалауларыңызша кез келген әсемдеу түрімен әсемдейсіздер. Мендегі кондитерлік посыпка түрімен екеуіне сеуіп шықтым. Ал қалған екеуіне ақ шоколад түрімен әсемдеп шықтым. Осылай өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Дәл осы рецепт түрімен жасап көруге кеңес беремін. Ал бізге ас болсын, дәл осы рецепт түрімен жасап көрсеңіздер, балаларыңызға ұнары сөзсіз. Келесі видео рецептте жолыққанша сау болыңыздар.